Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде сәуірдің 30-ы жаңа тақырып жүр думанға барамыз. Здравствуйте, дети! Тема урока «Пойдем думан». Оқушылар, оқулықтарыңызда 109-шы бет. Бүгінгі тақырыбымыздың жаңа сөздерімен таныс болайық. Жаңа сөздер, новые слова. Жарайды, жарайды, ладно. Демалыс күні, выходной. Қыдырамын, гуляю. Оқушылар, жаңа сөздерді дәптерімізге жазып аламыз. Тыңда, қайтала. Оқушылар, сіздерге диалог берілген. Сол диалогты оқимыз, мұқият тыңдаймыз және аударамыз. Алақай, ертең демалыс. Әлібек, демалыс күні сен не істейсің? Мен демалыс күні қыдырамын. О, қандай тамаша, сен қайда қыдырасың? Мен думанға барамын. Сен ертең қыдырасың ба, Саша? Жоқ, мен досыммен доп ойнаймын. Саша, ертең думанға барайық? Жарайды, барайық. Оқушылар, енді осы диалогты аударсақ. Ура, завтра выходной. Әлібек, по выходным чем занимаешься? Я по выходным хожу гулять. О, как замечательно. Куда ты собираешься? Я иду думан. Саша, ты собираешься завтра гулять? Нет, я играю в мяч с другом. Саша, пойдем завтра думан? Хорошо, идем. Оқушылар, диалогты түсінсек, енді осы диалогке байланысты берілген сұрақтарға жауап берейік. Бірінші тапсырма, сұрақтарға жауап бер. Первое задание – отвечать на вопросы. Әлібек ертең не істейді? Әлібек ертең қыдырады. Саша ертең не істейді? Саша ертең досымен доп ойнайды. Әлібек Сашаға не деді? Әлібек Сашаға думанға барайық деді. Саша не деді? Саша барайық деді. Жарайды, барайық деді. Екінші тапсырма. Второе задание. Көп нүктенің орнына тиісті қосымшаны қойып жаз. Вместо многоточек пишите нужные окончания. Мен ертең қыдырамын. Тиісті қосымша мын. Сен бүгін қыдырасың ба? Тиісті қосымша сың. Ол ертең қыдырады. Тиісті қосымша ды. Бұл жекеше түрде единственном числе, енді көпше түрде айтамыз. Теперь во множественном числе. Біз ертең қыдырамыз. Тиісті қосымша мыз. Сендер қыдырасыңдар ма? Тиісті қосымша сыңдар ма? Олар қашан қыдырады? Тиісті қосымша ды. Оқушылар, бұл жазылым тапсырмасы міндетті түрде дәптерге жазамыз. Ребята, это письменное задание, обязательно пишем в тетрадь. Төртінші тапсырма, четвертое задание. Суретке қара, посмотреть на рисунки. Жүр сөзін кірістіріп, сөйлем жаз. Пишите предложение, используя слово жүр. Пойдем. Үлгі, образец. Әлібек, жүр, доп ойнаймыз. Оқушылар, сіздерге үлгі берілген, осы үлгі бойынша жазамыз. Yani Анель, Саша, Әділ, Саша, Әлібек есімдерін қолдана отырып және суретке қарай отырып сөйлем құрастырамыз. Оқушылар, кері байланыс ретінде осы төртінші тапсырманы орындап жібереміз. Оқулықтарыңызда 112-ші бет. Оқушылар, бүгінгі тақырыпты түсінді деп ойлаймын. Сау болыңыздар.